Ал тағы да ассалаумағалейкум достар. Бізде екінші реалити қатысушы бауырымыз Нұрдәулет, Түркістан облысы, Түркістан қаласынан. Дұрыс айтып отырмын ба? Иә. Дұрыс қой барлығы. Так, енді бауырым сөз сенде. Өзіңмен таныстырып кет. Халыққа бұл біздің реалитиға қатысушы. Тоже таңдалған жігіт. Бисмилля бауырым, ал. Сөз сенде. Ассалаумағалейкум. Менің есімім Қалмырза Нұрдәулет Бақытжанұлы. Мен Түркістан қаласы Ынтымақ ауылынан боламын. Отбасымда екінші ұлмын, ағам бар, екі қарындасым, бір інім бар, ата-анам толыққандымыз. Осы реалити шоуға қатысып жатқаныма өте қуаныштымын. Өте қатты қуандық, отбасымызбен қуандық. Мен ниеттеніп жүргенмін, осындай видеоларды қарап, осындай магазин ашқым келеді деп, үйдегілерге айтып, әкеме көп айтатынмын. Осындай магазин ашқым келеді деп ниеттеніп жүрмін. Енді Алланың қалауымен осы ниетіме қарап, пейіліне қарап береді дейді ғой. Пейіліме қарап берген шығар. Бірінші Алланың арқасы, екінші осы Әлшер аға, сіздің арқаңыз. Көп рахмет. Осы жерде отырғанымыздың өзі Алланың қалауымен отырмыз ғой. Сізге көп рахмет, осы реалити шоуды ұйымдастырып, бізге мүмкіндік беріп жатсыз. Өзіңіздің қанша жылдан бері жинап келе жатқан тәжірибеңізді бізбен көп адам бөлісе бермейді. Сіз бөлісіп жатсыз өзіңіздің осы арқаңыздан ерген інілерім осындай қара жұмыстан осындай жерге бір нөлден бастап кәсіпкер шығару ниетіңізге көп рахмет. Сұрақ қойайын ба саған? Иә, сұрақ қойайын ба? Бізде енді көп жігіттер Нұрдәулетпен бүгін мен танысқан кезде вообще Инстаграм жүргізбеймін, Инстаграм көп қарамаймын дейді. Енді даже бұл баланың ең бірінші маған түрткі болған нәрсесі, өзі стройкада отырып видео түсірген да. Менде осыдан халық білсін деп ойлаймын, енді сұрақ содан туындап тұр. Жалпы осы кезге дейін қандай жұмыспен айналыстың, осы реалитиға дейін? Осы кезге дейін мектеп карантин басталғаннан бері осы просто кішкентай ғана ақша табам, сосын қайтам деген ниет болған. Бірақ сол жұмыста қалып кеттік, сол жұмысқа үйрендік, бірақ ауыр жұмыс болды. Енді біз үшін әкем бір өз жұмыс істеді. Қанша 30, қазір 48-де бізге 30 жылдан бері сол жұмыста келе жатыр. Әлі істейді. Қазір ағам, мен үшеуміз де істеп келдік. Қазір енді осы жерде отырмын. Әлі күнге дейін істейді. Біз үйде бесеуміз уже сол жұмыспен 30 жылдан бері сол жұмыспен жатыр. Мен 4 жыл істедім, уже сол жұмыстың қандай ауыр екенін білдім да. Әкең 30 жыл бойы не жұмыс ол? Сол кірпіш қалап келе жатыр. Каменщик. Стройка, иә? Иә, стройкада. Ол жұмыс өте қиын. Азында тұрасың, келесің, кешке ұйықтайсың, тамағыңды әрең жейсің, намазды оқисың, болды, ұйықтайсың. Азында қайттан бір күн қайталана береді. Ол бір күн қайталана берген уже жалықтырады адамды. Өйті ол ауыр жұмыс, уже адамға не болады да, қиын болады. Жалпы сен сонда әкең, ағаң, сен үшеуің қазір стройкада жұмыс істейсіңдер, иә? Иә, стройкада жұмыс істейміз. Жалпы менің өзімнің өмірімде опыт болған, тоже аяқ киім саудасымен айналысып жүріп, үйленген жылым ғой, просто қызық болсын, тоже әңгіме болсын. Өзім 18-19 жасымда үйлендім. Бизнес барлығы бар, бірақ та ойлаймын да, дополнительно тағы да жұмыс істеу керек деп, стройкаға келем ғой, короче, орға. Стройкада бір 3 ай ма жұмыс істедім өзімше, бірақ кешкі смена істедім. Тоже ол кезде кішігірім 5 этажды үй салып атты. Кешкі сменда заготовщик болып жұмыс істедім ғой. Цементтерді жоғары қарай тасып тастау, короче, сондай. Кешкі сағат 6-да базар жабылады, сменға мен 7-де шығам, барам, короче. Сол каждый этаж қалған отады, соған заготовка, там, растворларына анау-мынауын тасып тастау, анау-мынау, короче, оңай жұмыс емес. Цементтің қабын көтеріп,
3-4 этаж апару, сендерде кірпіш белден бел қалмайды, қолдан қол қалмайды. В общем, өзі ондай оңай жұмыстардан емес. И сол именно ешқандай дайындықсыз мен өзім жалпы инстаграм жүргізген кезде де шыншылдықпен қалай бар солай айтқанды жақсы көремін, қалай бар солай көрсеткенді жақсы көремін. Ештеңе нәрсені қосып, например, біздің енді кішкене орысша араластырамыз ғой, приукрасить еткенді жақсы көрмеймін. И ең бірінші маған түрткі болған Нұрдәулет бауырымды таңдауға. Ол ешқандай ыңғайсызданбай, сол стройкасында еще видеосын қарасаң шыбындар ұшып жүреді, короче. Ойлаймын, машалла, значит, өзіне сенімділік бар. Дұрыс шешім дедім да. И ең бірінші даже одан кейін қанша видеолар келіп атты. Былай қарасаң, Азаматпен осы видеоны түсіріп атқан бауырымның өздері куә. Біз командамызбен каждый видеоны қарап шығамыз күнделікті. Бірақ именно сенің видеоңа қайтып орала бердім. Көңілмен шықты, себебі егер де действительно адамда мақсат болса, пейіл болса, ол действительно көрініп тұрады да, короче. И сол себептен біз сені таңдадық. Рахмет. Жалпы енді бұл менің таңдауым 5 жігіт болғанмен де жеңімпазды мен Алла қаласа халыққа бергім келеді. Бұл біздің реалити 3 айға созылады. 3 ай бойы сендер практика өтесіңдер. Бұл отырып алып, сендерге құлақтарыңа отырып, әртүрлі теориялардың бәрін айта бермеймін мен. Мен өзім человек практики. Кез келген нәрсені қолыммен істемейінше, тек қана сөзбен, жігіттер мынандай істесең мынанша теңге табасың деген сөзге мен өзім сене бермеймін. Сол үшін мен өзім әр нәрсені үйренген кезде өзімнің қолыммен ұстап, сауданың да сол сферасын таңдадым. Ауа сатпаймыз. Аяқ киім сатып алып келеміз, заводтардан тіктетіп алып келеміз, соны сатамыз. Барлығы практикадан өткен жақсы. Потому что әр нәрсенің өзінің рисктары болады. Сендер как раз қазір жалпы саудада июнь айы негізі сауда емес сезон болады. Мектеп бітіреді, барлығы демалысқа шығады. Июль, август қайтып мектепке дайындалады. В общем, сендер екі түрлі сезонды көресіңдер. Практикадан өтесіңдер жалпы. Енді халыққа таңдау дегеннен кейін әр біздің қатысушының өзінің жанкүйері болады. Сол үшін халыққа бір жолдауың болса, бисмилля, жолдауыңды айтып, өзіңе былай айтқан кезде жанкүйер жинау керек енді саған. Иә, құдай қаласа. Бірдеңе айтып кетейін. Осы енді жұмыс істеп жүріп мен ұмтылысымды байқағаныңызға рахмет. Бірақ ұмтылыс болғанда бұл жерде ниетіміз анамыздың, әкеміздің көз тірісінде барлығы сол кісілерге жақсылық жасап қалуға. Ниетім барлығы сол. Біз үшін талай қыстық, боранда жұмыс істеді, күннің ыстығында жұмыс істеді. Бәрі біз үшін істеп отыр. Өзі мамам осы соңғы жылы әйтпесе әкем шығартпаған жұмысқа, үйде отқан. Енді осы соңғы бір жыл болды, уже повар болып жұмыс істеп келе жатыр. Өзі айтады енді бір ұлым осындай бір машина мінгізсе деп, сондай бір енді нелерін бір армандарын орындағым келеді көздері тірісінде. Үйдегілер андай сұраған кезде бір қарындастарыма, бір абыройлы аға, сондай болғым келеді енді. Алла қаласа. Иә, құдай қаласа. Иә, алхамдулиллах, енді мен сендердің араларынан кім жеңімпаз болатынын мен нақты айта алмаймын. Оның бәрі практикада көрінеді. Сендердің ынталарың, талпыныстарың барлығы ол көрінеді. Сол бауырым. Бұл жерде жеңімпаз болмай қалсақ та, бұл жерде бізде бәрі плюстамыз ғой. Біз жеңіп ұрада минуста емеспіз. Сіз барлығын өзіңіз шығынның бәрін өзіңіз көтеріп жатсыз, квартирамызды барлығын төлеп беріп жатсыз, ішіп жейтін біз ештеңе жаратып отқан жоқпыз ақшаны. Бұл жерде енді біз ешқандай да минуста кетпейміз. Кем дегенде біз бизнес нөлден бастап үйреніп кетеміз. Біз жеңімпаз болмай қалсақ та, біз кейін ақшамыз болып жатса, бізге бір жолымыз болып жатса, біз аша аламыз да ол нәрсені. Біз ары қарай алып кете аламыз. Алхамдулилля. Иә, ол жағы да бар. Бас енді сол үйрену,
сол үйрену өзі бесіктің ішіне кіргеніміз үшін біз қатты қуандық. Мен үшін қуанған жандар үшін өте қуаныштымын. Менің қуанышым үшін қуанылатын жандардың бар екенін көрдім. Сол. Все, бауырым, онда иншаллах. Не болса Иә. да ниетіңе байланысты сен өзіңнің бағаңды аласың ғой. Иә. Енді көрермендерге жалынды сәлем. Мен түркістандықтар, оңтүстіктер қолдаңыздар. 3 ай бізбен бірге болыңыздар. 3 ай қызық болады. 3 ай бойы қызықтар да болады. 3 ай бойы біз ғана емес, барлығын интернет желісіне салып отырады. Біз ғана емес, кімнің қызығушылығы бар, сол кісілерді жақсылап 3 ай бойы қарайтын болса, ол кісілер де үйренеді деген сенімдемін. Иә. Жалпы бұл видеоларға біз ешқандай дайындықсыз, бүгін целый день байқұмда толық күніміз жұмыста өтті. Давайте енді келгеннен кейін осындайдан бастайық, халықпен таныстырайық деген оймен вообще дайындықсыз видеолар түсіріп бастадық. Нұрдәулет, не айтамын, красавчик. Алған мақсатыңнан, алған жолыңнан тайма. Болды, иә. Иншаллах, в любом случае жетесің. Егер де адам алдына бір мақсат қоятын болса, сол мақсаттан таймаса, қаза берсе, по-любому бір күні су шығады. Иә. Қазып келе жатып, шаршап кететін болсаң, сен суға жетуіңе бір ары кетсе бір 50 сантиметр қалуы мүмкін. Сол үшін, егер де мақсат қойдың екен, өз мақсатыңа берік бол. Соған жетесің, иншаллах. Мен сенем ол нәрсеге, себебі мен каждый раз өзіме бір мақсат қоям, және де сол мақсатты до конца апаруға тырысам. Өзімнің қолымнан келетін себептердің барлығын істеуге тырысам. Егер де менің қолымнан келетін себептің бәрі бітіп, күшім таусылса, онда ол нәрседе маған қайыр жоқ деп сенемін.